Керемет хабар! Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Биыл күзде тәрбиешілердің жалақысы өседі. 2023 жылдың қыркүйегінде тәрбиешілердің жалақысы тағы 30%-ға өседі. Бұл туралы ОКК алаңында өткен баспасөз конференциясында мектепке дейінгі білім департаментінің директоры Наталья Жұмаділдаева айтты деп хабарлайды ел.кз. Еліміздің мектепке дейінгі ұйымдарының барлығы 98 мың педагог жұмыс істейді. Олардың 65 мыңнан астамы жоғары білімі бар педагогтар. Сондай-ақ олардың 57%-ы қалада жұмыс істейді. Бүгінде еліміздегі мектепке дейінгі білім беру санатын арттыру мақсатында бірқатар жұмыстар арттырылып жатыр. Білім беру сапасын мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін деңгейіне тікелей байланысты. Мемлекет басшысы мектепке дейінгі ұйымдардың педагог тәрбиесі мен кәсіби әлеуетін және жалақысын арттыру міндетін алға қойды. Биыл мектепке дейінгі ұйымдардың 21 мыңнан астам педагогының біліктілігін арттыру жоспарланған. Ол өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға артық деді ол. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.